Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз көк тұшпара дайындайтын боламыз, яғни көк пельмен. Ең алдыменен ұнымыз бен жұмыртқамызға тұзды суымызды құйып, қамыр илеп алатын боламыз. Және де айта кетейін, қамырымыз жұмсақ болмауы керек, өйткені тұшпараның қамыры болғандықтан қатты болу қажет болады. Тындыруға жібереміз. Міне біздің қамырымыз тынды. Енді оқтаудың көмегімен дәл видеодағыдай жайып алатын боламыз. Міне осылай. Және де пельменнің қамыры қалың болмауы қажет. Орташа қылып жайып алатын боласыздар. Міне бізде осындай форма, яғни пішін, осылай дайындап кесіп алатын боламыз. Міне дайындап қойдық. Мінекей. Енді біз алдын ала өзіміз салмасын дайындап қойған болатынбыз. Салмасына тартылған ет, жусай және де көк пияз аз көп салған болатынбыз. Және де тұз бұрышын қостық. Енді қамырына салмасын салып, осылай дәл видеода көрсетілгендей әдемілеп бүгіп алатын боламыз. Міне осылай. Мінекей біздің пельмендеріміз, яғни тұшпараларымыз дайын. Осылай әдемі болып бүктік. Біз енді алдын ала өзіміз картошкамызды, сәбізімізді, пиязымызды қуырмалап су құйып, алдын ала дайындаған болатынбыз. Енді одан соң жаңағы тұшпараларымызды салып аламыз. 10 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пельмендеріміз дайын. Ажырап кетпеген, өте керемет болды. Енді ыдыстарыңызға осылай салып аласыздар. Міне осылай. Келесі ыдысымызға саламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатын болады. Ас болсын, сәттілік.